fucking payday, motherfucker. Benim oradım, ondukça oradım. I'm better, I'm not. Her gün ödürmedim. Benim oradım, ondukça oradım. I'm better, I'm not. Her gün ödürmedim. Ukrayım avnab, altına koru av. Bilen ben düğünav, sol bayağı baldan mı? I'm not. Her gün ödürmedim. Benim oradım, ondukça oradım. I'm better, I'm not. Her gün ödürmedim. Әдемілік, тартымдылық, тазалық және соңғы үлгіде киіну, бұның барлығы ер адамның бойында болу керек қасиет. Ал ол қасиет студенттік кезде бар болса, тіпті жақсы. Бірақ көзің араушы бірінші курста жеген таяғың аз болып қалды ма? Негізі бұл кино мен жайлы. Бағана сөздердің антонимі мен. Осы университеттегі ең жолымайтын адаммын. Бірақ мен ғана емес, мен сияқты тағы екі досым бар. Не қылып тұрсың? Досым, что там? Универге келмей жатса аяқ жеп жатсың ба? Бірінші курста бір фингалмен бастап едің, екінші курста екі фингалмен бастап тұрсың. Сен магистрда оқымай қой, аман қалмайын деп тұрсың, досым сен. Кетші әзілдеймін. Бұл менің жаңағы досымның бірі Жандос. Ол жатақханада тұрады. Досым, қарын жаман ашып кетті. Айттыр. Жоқ, менде идея бар. Қара досым, былай қыламыз. Келіңдер су. Судың қасы, нан мен колбаса әкеле салшы. Жандос жатақханадағы күнін дәл осылай көреді. Кеттік жүр болды. Кетуін кеттік қана, көзін істеймін. Солда сөз болыпты ма? Бүйрегім ауыр жүр дейсің? Қумаш бірден екі бүйрек па? Болмайды иә олай. Менде очки бар ғой. Жақсы болып, берсің ма? Бірақ зрененькі. Ма? Кетші. Болды жүрші. Параң бірінші күнде болса кешікпей қойық. Апай жоқ. Қайсыңдар? Қалайсыңдар группаластар? Әдемі кетсіңдер ба? Сендер де сағынады екенбіз ғой? В общем, қыздар, жігіттер осы жылдан бастап бір үйім жыл қойықшы. Алдыңғы жылдағыдай шіріп, аушып жүрмейікші. Давай осы жылдан бастап бір үйім жылдық қойық. Бір-бірімізді көмектесіп, сабақтың өзін бірге орындайды. Келесі тапта сен туған күн емес пе? Давай осы бір ұйымдастырып қойық. Бірінші бар, кімнің сабағы болса? Қазір аламыз. Сиіміз апайын сабағы. Қайсы мен жайлы әңгіме айтып жатқан? Мұғалім жайлы солай айтуға бола ма не? Мади, ол не әңгіме? Үйімшілікті бастап кеттіңдер ма? Апай, ештеңе айтқаным жоқ. Мади, мен өз құлағыммен естідім ғой. Неге олай айтасың мұғалім жайлы? Апай, мен просто бүгін параға толығымен келдік деген ғой. Қарасаңшы, түгел келдік. Мади, мен өз құлағыммен естідім мен. Апай, шынымды айтсам, біз сізге толығымен сенеміз деп жатыр. Сіз дейтін қазақ жастарының жанашырысыз ғой, апай. Сіз дейтін қазақ ұлтына, болашағына ерен еңбексін деп жатырсыз ғой, апай. Мен ағылшын пәнінің мұғалімімін. Олай мұғалім жайлы айтуға болмайды. Сен студентсің. Мен бүгін сіздерге кітап әкелген болатынмын. Осы ағылшын пәнінен. Осы кітаптан ғылыми жоба жасайсың. Бұл сенің болашағыңа өте қажет дүние. Алда орныңа бар отыр. Бұдан кейін мен артық сөз естімейтін болайын. Кешіріңіз. Тыныш қана тұрмайсың ба? Аузың жауып. Қойшы. Айбек қайда? Айбек па? Сағат неше болды? 12-ден 20 кетті. Ана қой, кешік қара. 1, 2, 3. Саламатсыз, апай. Бұл Айбек. Бұл да біз сияқты өмірі жол болмайды. Бізге қарағанда патологтарды осы қояды. Айта берсең көп. Сонымен біз осы универдің ең жолы болмайтын студенттеріміз. Қайда жүрсің, Айбек? Бұл қандай пән екенін білесің ба? Неге ағылшынша сөйлемейміз? Good morning, teacher, апай. Не үшін кешіктің? Апай, жаңа үйден шыққанмын ғой, есік кілтті ұмытып кеттім. Сөйтіп асығып келе жатсам, жол жабық, асфальт ремонттап жатыр.
айналып келе жатсам машина моторы кетеді ғой апай. Сөйтіп ауылын жыртып алдым, соны тігіп отырып кешіп қалдым апай. Не деген сылтау? Осы сөздің барлығын ағылшынша айтып берші маған, сосын отырасың орныңа. Окей. Goodbye. Айбек, sit down please. Бұдан кейін кешікпейміз сабаққа, түсіндік па? Жақсы, отыр. Қанша болады апай? Сенен 2800 теңге. Ой, апай, қалай 2800? 800 теңге болады ма бәрі? 2800 теңге. Осы ма сенің қарызың төлейді? Әрине. Мам бар. Қайда баратсың? Қарыз ше? Төледім ғой, братан, бердім ғой қарызын. Ол қарыз емес, мен 2000 теңге қарыздым. На, братан. Все, жақсы, братан. Давай. Досым, бағана универде бір қызың алып қалды. Ой, Бірінші курс оқиды ау деймін. Алдыңғы жылы көрмедім. қай қыз? Қайда? Көрейік та? Ерсі қыз былайша. Айтпақшы бағана маған мөлдір келем деген. Қойш, Екінші пара келіп жүр. әлі жүріп жатсың. Жазбай kesкен жоқпыз, бірақ телефонын сөйлесіп тұрды. Қай жерде енді ол? Жолда шығар. Айбек қай. Қалайсың Мәди? О, Мөлдір, қайсың? Жүр сөйлесейік. Қайтайын мен. Давай. Анау қайда? Жаңа Мөлдір келген, сонымен сөйлесемін кетіп қалды. Қойш, әлі жүріп жатыр ма екен екеуі? Кейін әлі жүріп жатыр. О, қалайсың жан? Мә, әдемі болып кеттісің ғой. Че там бәрі нормаль ма? Қарны ашқан жоқ қой. Жүрсе болса асханаға қарай. Тоқтаршы. Көзіңе не болған? Ештеңе. Кеше үйге барғанмын ғой. Мама полда жалтырлатып жауып қойған. Тайғанап барып есікке қарай бабақ еткізесің. Ой, қойш. Соған сен етіп тұрсың ба? Түнде ғана сөйлескенде бұндай болмаған. Несін айтпайма дейін ғой. Ладно енді. Бағана өнер жақта кетіп бара жатсам. Брат дейді да бір көзінен боу ұрады. Дағыны оғайсымен ұрады деймін да. Брат ұрамын ғой. Одан да айтсай, келмей жат таяқ жедім деп. Таяқ жеген жоқпын мен жан. Білесің ғой ешкім таяқ жемейтінімді. Мына түріңе қараш. Осы ойланып қарасам, сен мені еркек болып та қорғай алмайтын сияқтысың. Қорғаушы қой барынша. Сонда мыналарға да ештеңе айтпайсың ба? Енді құрсын боларған деймін. Таныс балалар ғой. Макс, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Рас айтады. Әдемісің ғой жан. Қош сен осындай. Қорқақ. Кім қорқақ? Мен айтып тұрсың ба? Мен ол қорқақ деме мен. Кезінде мен аталарым дейтін қазақтың қыздарын қалай қорғаған. Сөйтіп сол жоңғардың басын алғам. Мына қазақтың қыздары көрікті екен. Пай. Әдеміліктеріне көз тоймайды. Батырым, сонда мына жоңғарларға да ештеңе айтпайсыз ба? Ой құрсын не дейін? Өзіміздің күнде соғып жүрген жоңғарлар ғой. Макс, қалайсыңдар? Айтшы соғысқа шықпай кеттіңдер ғой. Рас айтады, әдемісіңдер ғой. Пай. Мәди, осы ойланып қарасам, сен бірінші курста оқуға көп көңіл бөлдің. Маған олай қызық емес. Маған активный, көңілді, романтик жігіттер ұнайды. Я сен өзгересің, я айырылсайық. Мөлдір. Что-то не айтып жатыр едім. Универде бір қыз көргенмін, ұнап қалды. Әдемі ма қыз? Иә. Әдемі. Фигура дейтін зың түрі вообще киінген әдемі ғой. Анау емес па? Eleonora bilimi жағымдысың үнемей сені көріп талып қалды төреғали төрәли Eleonora білімей жағымдысың үнемей сені көріп талып қалды ұлы тұлға Бенджамин Eleonora білімей жағымдысың үнемей Че там? Ана қызға қарадыңдар ғой? Қараған жоқпыз. Қалайсың жан? Менің биылғы новый қызым көріп алдым да. Короче, екеуміздің бас қосуымызға байланысты романтический вечер ұйымдастырасыңдар. Түсіндіңдер ма? Братан, біз екінші курспыз ғой, перваштарға айтсай, братан. Өздерің идея лақтырып тұрсыңдар міне. Перваштарды жинаңдар. Сосын ұйымдастырсаңдар. Короче, күтетін болам. Түсіндіңдер ма? Все, братан. Кеттік пе жан? Кеттік. Жиги, прикиньте, Мөлдір айырылсайық дейді. Оны қойш, ана Ербол братанға биыл тағы новый қыз.
Соған романтический вечер ұйымдастыру керек ана перваштарды сындырып. А то барлығымыз айырылысып тынамыз. Ой, ол да қанышты болып келмей жатып. Жеке, ана перваштар емес пе? Алдыңғы жыл көрмедім ғой. Иә, все кетті. Так, перваштар. Что там, мягко, бастап кеттіңдер ма? Иә. Красава, кездесесіңдер ғой ма? Все. Давай. Перваштар деп қояды ғой. Жан, кеттік па? Кеттік. Көше бе? Так, жігіттер. Бұлай болмайды. Позор болды ғой кәдімгі. Айтпас ё, Бізге қорқынышырақ болу керек. Так что адам қорқатындай киінбеңдерші. Ровно жарты сағаттан кейін осы жерде кездесеміз. Хорошо? Давай кеттік. Жақсы. Don't get it twisted. This rap game, it's gonna give it to you. Fuck you to get it on your own. Тесте жүрсіңдерші, не сал бұрып жүрсіңдер? Қуасың ба сен, неге оғансың? Адам қорқыныштырақ киініп кел деді ғой біз саған. Мен бала кезінен осыны қорқам, сендер білмеймін. Бірше, кет бір. Дұрыстап. Мен де біреу құратын адам екенсің. Адам қорқыныштырақ болды. Қаяқта жүр анау? Білмеймін. Мына дауа жоқ екен. Болшы етесіз. Тасып жүр кеттік. Жігіттер аққа барытсыңдар? Ачет, жүздейсің қойсыңдар ма? Нормально. Жігіттер? It's gonna give it to you. Fuck you to get it on your own. It's gonna deliver to you. Knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box stays still. So hard then. Короче, барасың. Ана жердегі любой балымызды ертіп келесің. Біз университеттің артында боламыз. It's gonna give it to you. Fuck you to get it on your own. It's gonna deliver to you. Knock, open up the door, it's real. Короче, қазір алып келеді. Романтический вечерге 10 минут теңге деп сұрайсың. Егер болмай баратса, ішінен бір-екі удар бүйтіп ұрып атасың. Жігіттер, любой. Қуасың ба сен? Балмұздақ дегенге біз саған бомбап кел деген жоқпыз ғой. Любой дедіңдер ғой? И то мынаны үшеуміз жеп таусамаймыз қазір. Бір еріген стаканчик па таппадың ба? Чо там е, жігіттер, тыныштық па? Тыныш қой. Сол университеттің артын көрсін деп ек қой. Құмаңдашы е, миды ашытпай. Күшті ғой. Күшті ғой, Күшті. Күшті. Бір өзің бар сандыз. Маған сенім жоқ кәдімгі. Шаяды ғой отырып. Қақта жүр анау. Ерімаш. Енді жобаға келдің. Бірінші курссың ба? Иә. Ертең романтикалық. Екінші курс. Не істеп тұрсыңдар? Сен үшеуіне айтам. Саламатсыз ба? Я үшеуің айтып отырмын. Құй кеттің, давайте. Сен екінші курс. Қайда бара жатсың? Бәсе, мен ғой перваш араларында. Сен де екінші курс емессің ба? Қайда бара жатсың? Қой, группа боласын. Кеттік сауыққа. Қайтесің бұларды? Не менімен ойнап тұрсыңдар ма? Срочно менің кабинетіме келіңдер. Айтпесе жаман болады. Аружан басқа универге ауысып кетті. Оны неге маған ерте айтпағансыңдар? Аружан деген посвященияға жауапты студент қой. Сценарий қолымда главный. Жарайды, бірдеңгесін ойлап табармын. Сендер не бүлдіріп жүрсіңдер? Екінші курс студент емессіңдер ма? Былтыр бірінші курста тып-тыныш едіңдер ғой? Екінші курсқа кеп бүкіл өнерлеріңді көрсетейін дедіңдер ма? Жаңағы студент кім екенін білесіңдер ма? Ол ректордың баласы. Әкесіне айтса болды ғой, оқудан шығасыңдар. Болды, оқудан шықтым деп ойлай беріңдер. Ойбай апай, кешіріңізші апай, қайталанбайды. Менен неге кешірім сұрайсыңдар? Апай, оқудан шығармасыншы, сөйлесіп беріңіз. Әке-шешемізден ұрыс естиміз ғой, ұят болады. Мен неге сөйлесуім керек? Барыңдар да өздерің сөйлесіңдер. Апай, не айтсаңыз да бәрін орындаймыз. Тек оқудан шығармаңызшы. Не айтсам да орындайсыңдар ма?
Не айтсаң да орындаймыз деген ес. Қуасың ба? Енді оқудан шыға жіберем деп тұр ғой. Үйдегілерім арқылы оқудан шығып кеттім айтасыңдар. Қоймашы жігіттер. Осыны ұйымдастырмайды дейсіңдер ма? Кезінде мен аталарым дейтін қолбасшы болып әскер басқарған. Не толқын мынау? Әй балам, әскердің бәрін қалай басқаратын едім? Ана мишкамен ба? Давай болды, алға! Қойшы сендер, Татау университетінің 25 жылдығын студенттер кешін ұйымдастырмай шығарсың. Әдемілеме, посвящение деп айта берші. Сонда да. Вообще сен әкшісін айт. Не бар ішінде? Біріншіна студенттерді выступать етуге көндіру керек. Кәндер? Номер дейтін массыз қаралған қақта еді. Мен түсіндім, короче, кеттік. Киіміңді ауыстыршы сосын сен. Бәрімізге ауыстыру керек. Bitch, sit down, little bitch. Me humble. Sit down. Me humble. Sit down. Брат, сенде би бар дейді ғой? Қандай би? Әжеке би ма? Жоқ, посвящение билет беруің керек еді бізге. Сендерге ма? Иә. Тұрып кетіңдер. Бәрі өзінше оқып қойсын ба? Брат, фокусниксің ба? Что там не болды? Бізге посвящениеге фокусник керек еді ғой. Үшеуінде мен бәсті фокус болып көріңдерші. Шашың иығыңа төгілген, қара көзіңе жылағын. Бізге посвящение гитарист керек еді. Гитара тартып бересің ба? Қайдағы посвящение? Бар шығар басымды ауыртпай. Қай жеріне келдік? Қайырмасы. Күнге жетер жол қайда. Жиги, менде идея бар. Қандай идея? Аналардың бәрін көндіретін. Мә, ол үшін тағы бірдеңе істеу керек па? Сен еш нәрсе ойлап таппашы. Тағы біреудің тойын ұйымдастырып кетеміз. Ой, осыған жең жақпайды екен әйтеуір. Точно. Примерно білдім сен ойыңды. Түсіндің ба? Түсіндің ба? Не айтайын деп жатсыңдар? Маған да айтсыңдаршы, түсіндірсіңдерші маған да. Айтшына. Братан айтты ғой, кешке романтикалық вечер ұйымдастырып бер деп. Давай біз оған ұйымдастырып берейік. Оны білесің ғой универде, бәрі тыңдайтын. Бәрі қорқады ғой. Ол бізге любой адам көндіріп береді. Көндіреді. Сендер тағы таяқ жегілерің деп тұр ма? Ой. Жоқ, нормально. Көндіріп сұрап көруге болады. Мен өзім сөйлесем. ОК университеттің спорт комплексінде тренировкада. Короче, сендер жақсылап дастархан дайындап қойыңдар. Мен өзім сөйлесіп қайтамын. Болды. Көрейік я енді. Кеттік онда. Кеше қанша Қалайсың, братан? Қалайсың? Істеп үшіндер? Жақсы. Бүгін кешке романтический вечерді ұйымдастырып қойып па? Соны ескеріп кетейін деп. Жарайсыңдар. Осындай сразу айтқанды ұйымдастырып тастайтын жігітті жақсы көремін де. Айтпақшы, братан, сосын бір өтініш болып тұр. Не өтініш айтып көр. Студенттерді посвящениеге выступать етуге көндіру керек болып тұр да. А то бізді кім тыңдайды дейсің, білесің ғой? Оны потом көреміз. Дұрыстап реттеп тастаңдар. А то өліп таяқ білесіңдер ғой. Хорошо? Жақсысыңдар. Айтпақшы бергейші. Самал, сахнаға шығып өлең айтамын деймін, сөйтіп жүрген. Сол шықпайтын болсын. Хорошо? Соны реттей. Все. Давай, жақсы. Реттеп тастаңдар. Так, Мәди ана заттарды алып келсе, саны 14-ші сөзі аштыртып алсап, одан барса. Брат, сам бір өтініш бар еді? Добро пожаловать в наш зал торжества. Здесь специально для вас накрыли стол твои братишки для романтического ужина. Будьте счастливы с Женгешкой. Рахмет саған, братишка. Спасибо, Мет, қалай еді? Спасибо саған. Болттарың шашылмасын. It's amazing how you can speak right to
without saying a word. You can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talk. Sit down, little bitch. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Биші болып қалайсың? Алейкум салам. Алла амансыңдар ма? Шүкір жақсы. Сенде би бар дейді ғой. Қарасаң қандай би керек? R&B, хип-хоп би. Бой бар ғой. Қазбек би керек. Короче, былайнан братишкілердің посвящениесі ойын деп жатыр. Соған билеп берсей сен. Все, братан, сен айтсаң болды. Хорошо. Давай. Баха. Баха осы қаққа жол. Баха осында жырпылыңды қойшы деп едім саған. Нормально ғой, браттан қарсай. Қойшы. Киім істеп алғансың ғой. Фокус-мукустар қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қалай амансыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Отқан солы. Отқанда былай жігіттер. Ертең братишкілердің посвящениесі ойын деп жатыр. Соған бір нөмір дайындайсыңдар. Хорошо? Болды, братан. Өздерің фокус болып кетіп жүрмеңдер. Все. Давай. Братан қарағатынан жүрмеді. Қойшы осындайың баха сен. Болмағанда ақшасын фокус қойып, братан. Қойшы. Братишка олай. Ассалам, братан. Алейкум салам. Амансың ба? Уақыт созбайын. Короче, ертең братишкілердің посвящениесі болады. Соған бір нөмір дайындайсың ғой. Сахарада өлең айтып тұрмын ғой, братан. Давай. Тасып өрге домаласың. Бәрі көп қара. Сол айтамын, братан келісіп қалды. Көрдіңдер ма? Братан бәрін келісіп тұр. Сен таяқ жейміз деп едің. Енді білмей қалдық қой, Рама деп ойладым. Келістірді ғой. Бірақ по идее мына номерлердің бәрі аз сияқты бізге. Бір-екі адам қосу керек сияқты ма қалай? Аздау, Кастинг жасау керек. Давай жасайық. Давай. Рақтайын сенің пиғылың, еліктіреді дене қимылың, сұлулықтың белгісі фигураңы. Ақ бұлақтайын сыңғырлайды үнің, Терістік болды, Зым болды. Тәкені дайындалып, жақсылап адамдарды тауып, әдемі өткізу керек. Все кетті. Сағым аймаласы көзімді. Қызыл жүр. Жақсы, біз сізге өзіміз хабарласамыз. Бара беріңіз. Рахмет. Қалайсыңдар балалар? Саламатсыз. Жерде ма кастинг жүріп жатқаны? Мынау менің қызым. Лаура есімі. Домбырада өте керемет ойнайды. Өзі талантты, сахнада ойнағысы келіп жүр. Осыны алып көрсеңдер қалай болады? Алсаңдар. Жарайды апа, аламыз. Ой, өркендерің өссін. Қызым, мен сыртта болам, иә? Атың кім деді? Жазып алыңдар. Лаура, қандай күй тартасың? Әлқиса. Жазып қойыңыз. Атыңызға отыра берсін болады. Келесі кім бізде? Саламатсыз ба? Асан, сәлем, қалың қалай? Не болды, көңіл күйін жоқ қой? Ана халық әртістері мені кастингтен өткізбей жатыр. Өткізбеген нес? Сен универдің ең активист студент емессің бе? Кім өткізбей жатыр? Жүр, көрсет маған. Өттің сен, аламыз. Сіздерді Асланды неге өткізбегенсіңдер кастингтен? Білесіңдер ма, универдің ең активист студенті ғой. Өздерін содан мықты деп ойлап тұрсыңдар ма? Не апай-апай? Не апай-апай?
Еркебұлан, қалың қалай, жақсысың ба? Жақсы. Жазып алыңдар Еркебұлан. Өте талантты студент. Қатысасың ғой Еркебұлан, Даймен жүрсіңдер ғой, Аслан, бізде республикалық дебат ойындары болайын деп жатыр. Соған қатысай, қайтесің посвященияны? Апай, сол дебатқа мен де қатысам ғой. Аслан, сен онанда сабағыңды оқысың. Так, жігіттер, қыздар, барлықтарыңызға рахмет. Кастинг аяқталды. Керек адамдарды таптық. Ертең өзіміз хабарласатын боламыз. Ертеңнен бастап дайындық басталады. Жақсы. Привет, жігіттер, қалайсыңдар? Мен ән айтайын деп келгенмін. Кел, как раз бізге әнші қыздар керек болып тұр. Қуасың ба? Ербол білсе не болатынын білесің ба? Өзім адам қорқпашы. Самал, қандай өлең айтасың? Радость, привет. Жігіттер, қыздар, сахнаны босатайық, Бар оғы, Самал, сахнаға қарай. Радость, привет, я долго ждала теплый твой свет и счастье в глазах. Радость, привет. Жандос, хитрет тыңдадың ғой бір әнді. Сыртта қанша адам күтіп тұр ғой? Сөйтіп келсем ғой. Ждет нас впереди. Жеги, прикиньте, ар жақта Ербол келе жатыр. Ербол? Ассалаумалейкум жігіттер. Қалайсың, братан? Шүкір Аллахқа. Екінші болмақты. Что там? Не істеватсыңдар? Ел жұрт жинап. Дайындық қой, братан. Не дайындық? Посвящение. Тынбайсыңдар, Молодец. Маған бәрі қатысам осында. Қысылмаңдар, әндерің шырқай беріңдер. Дұрыс, молодец. Дайындала беріңдер. Бақа, кеттің. Аяқта что там? Не болады, көп қайтақ. Көп, жақсы, братан. Давай. Бардап бірден тоқтат, анам. Что болсын, айыратын. Ереймен. Так, 3 батырын киген жігіт бар ма? Жүріш, кеттік, жүріш, бош. Өйстіп дайындалады екен ғой, гүлдердің бәрін үйіп қойдық. Осы қадан болып тұрмын, гүл көпейіп тұрмын, гүлмен әдемі ғана ол қанша. Гүлденбекші бақа. Алдында өлең айтатын бала қайда? Мен көрген жоқпын. Іше көрген жоқ. Іше көрген жоқпын ба? Әлде екеуміз сахнаға шығып өлең айтамыз, Тауысып. Тоқтай düşe. Шүкірім әбіліз. Тақсыр, елімізге жау шапты. Ял дейсің? Анем, елімізге қауіп төніп тұр, аттанайық. Жүрсей, братан, соқсамыз. Жүрсей, сыртқа қарай. Братан, қылышым жоқ қой мен. Братан. Ешкім жоқ қой, ешкім көрмейді ғой. Не құлаққа теуіп жүрсіңдер ма не? Братан, ертең посвящение осындай рөл бар еді ғой бір. Сол саған көрсетіп бар. Қалай жақсы ойнадық па, актерлар сияқты, батырлар сияқты. Нарасай батырларды. Нормально ма, братан? Сүй демейсің ба, түсінбей қалдық қой. Мен шаруаларым бар, өздерің қыртып жүре беріңдер. Кеттік бақа. Братан, осылар деймін да ертең тірлікке шыққан кезде найзадан қалай тұрады екен, менттерден бақа қой. Жаңағы болған жағдай үшін ренжіме? Ренжімеймін ғой. Сосын бүгін сені шығарып салсам қарсы болмайсың ба? Ладно, бүгін не так жалғыз қайтатын едім. Жарайды, жүр онда. Сендім көпелде. Лаура, тоқташ. Сені шығарып салсам бола ма? Сыртта ата-анам күтіп тұрады, соған мен қайта берек. Ладно. Бүгін сен домбыраны күшті тарт. Рахмет. Жақсы. Сау бол. Көрмесем өтеді жазамара. Че там? Настроение кетіп қалыпты. Болмады. Мамасы күтіп тұр сыртта.
сен ақыры кездестің келе ма? Кездесуге жақсылайтын дайындықтан кейін. Торымызды жүрегіңді қуасың ба? Мен қызбен сөйлесе алмаймын ғой вообще. Сондай ма екен сен? Давай, кинодағы да істейік. Қалай? Ертең сені Лаураны кафеге шақырсай, кафеге барғанда құлағына наушник салып, мен саған сыбырлап тұрмын, соны айтып ал. Болды. Қиын болмай ма вообще? Жоқ, қызық болады қайта. Вообще келістік. Сен болмаса не істер едім да? Енді сен де жүріп жүріп. Бірақ ертең масқара болып, бірақ сындыратындай сөздер айтып отырмын, Махмат. Уайымдама деп, бауырың романтик бол. Абай жасын ба? Кіртсен не ма? Мен де бол. Ертең азын ерте тұруға. Алған жоқ. Как опять ты посмела разогреть наши сердца. Попытайся помолчать. Я хочу в твое тело. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя, из-за тебя. Бағана дайындықта жақсы өлең айттың, маған ұнады. Қойш, шын ба? Иә. Негізі өлеңді бұрын айтатын ба едің? Иә, ән айту менің бала кезден бері арманым. Бірақ білесің ғой, Ербол өте қатал, маған көп жағдайда ән айтуға рұқсат бермейді. Мен осы адамдарды түсінбеймін. Неге біреудің арманына кедергі болады екен? Мысалға сенің арманың сахнаға шығып өлең айту. Мен Ерболдың орнында болсам бар ғой, саған сахнаға шыққанға рұқсат беріп, өлең айтқанда қолдау көрсетінемін. Қойш, рас па? Иә, рас. Мә, бәрі сен сияқты болса ғой. Ой, мен сияқты болу үшін қайда? Мен сияқты болу үшін деген бір қап күріш, бір қамыс кирпич қажет қой. Мен келесі остановкадан түсемін. Келесі остановка. Самал, төлемей ақ қой, мен өзім төлей жіберемін ғой. Иә, жақсы. Ағас, екі адамға бір айтсаңшы. 180 теңге ғой. 180? Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя, из-за тебя. Не вот сонша қанағат етуге болады ғой? Алло. Жандос, қайдасың? Мен универдің теплицасындамын. 15-ақ минут қалды ғой, дайындық басталады уж. Хорошо. Все, давай, тездете. Бұл АМТ 411 аппараты, яғни бұл мұнайды өндіруге арналған, мұнайдың алдында, яғни жаңағы мұнайды жер бетіне көтере алды оның тығыздығын, суға, құрамындағы суының мөлшерін, және де оның давлениесін анықтап алған аппарат. Және де бұл практика жүзінде Алло, Айбек. Мен мұнай кабинетіндемін, практикадамын ғой. Шығайын деп отырмын, 10 минутта боламын. Аппараты компьютерге алдын ала цифрлы түрінде көрсетеді, яғни тығыздығы, мұнайдың құрамы. Лаура, мына адам есінен танып құлап қалды. Сіз қандай көмек көрсете аласыз? Алдымен оның кеудесін ашып, пульсін тексереміз. Тексергеннен кейін 30 рет дем береміз. 3, 4, 30. Содан соң 2 рет дем береміз. Осылай бірнеше рет қайталаймыз да жедел жәрдем көмегін шақырамыз. О, Лаура, привет. Привет. Қалайсың, жақсысың ба? Жақсы. Бүгін дайындықтан кейін боссың ба? Бос болғанда жайша ма? Не ғой сені кездесуге шақырайын деп едім, если қолым бос болса дайындықтан кейін. Дайындықтан кейін болса кеш болып кететін шығар, үйге тез қайту керек, а то мама ұрсады, білесің ғой. Айтпақшы, бірақ бүгін дайындық аз болады, бірақ сағат қана. Еді кешке дейін біраз уақыт бар. Шамал жүріп қайтайық.
Онда дайындықтан кейін 1 сағаттан кейін кездесейік, иә? Хорошо. Жақсы. Жақсы. Мөлдір. Байланған тілім сөйлемейді. Айналама неге сенбеймін мен. О, привет. Қалайсың, жақсы жеттің ба осы? Тоңған жоқсың ба? Жоқ. Официант, 1 минутқа бол. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Мынау біздің ас мәзіріміз. Жоқ, мына сен өзің таңдай бер. Не керек? Ассалаумағалейкум. Әрірек тұр, сасып тұрсың. Брат, сен әрірек тұр, сасып тұрсың ше. Ау? Жоқ, саған емес, ештемен просто. Саған емес. Не тапсырыс береміз? 20-30 теңге өш қалтаңда осы үйіме жете алмай тұрмын, брат. Мен білемін ғой, сен по-любому шыттайсың. Түсінбедім. Мен алдағым кеттім ғой, по-любому ішіп қоясың ғой сен. Түсінбедім, Айбек, не деп тұрсың сен? Мен сен сияқтыларын талай көрген, қазір ақша берсем, железін ішесің ғой сен. Айбек? Мен білемін ғой, сен ішіп қоясың ғой. Лаура, тоқташ. Мен просто қобалжып қалдым да, 1 минут күте тұршы, осы жерде кейгесін бәрін түсіндірем, отыра тұршы. Жандос, не болып кетті кәдімгі, не ақша қақтағы ішкен? Давай, өзім сөйлесем, короче. От души көмектесіңдер, рахмет. Сен натуры сасып тұрсың, ана қауыш бір шай ма, су ма бірден айтып тұрсыз. Бәрі дұрыс па, Айбек? Жоқ, Лаура, бәрі дұрыс. Ренжімеші, просто қобалжып қалдым да, қызбен өзім бірінші рет қызбен кездесіп тұрмын. Келесі жолы дұрыс жағынан түсем деп ойлаймын. Басқа өзіңде не жаңалық болып отыр? Еш қалай жақсы ма? Өмірде табам сені берем өте. Жаныма келші мені. Қиналдың егесізбеді. Айтшы маған сен, айтшы неліктен. Осы ғой жағым менің. Осы жер ма? Иә. Рахмет шығарып салғаныңа. Сосын бүгінгі кеш ішінде рахмет. Жақсы? Жақсы, бұйыртса көрсеміз? Көрсеміз. Давай. Мөлдір. Ой, қойшы, тағы не болып қалды? Сөйлесейік. Атшы звондасам алмайсың, растам ответ қайта алмайсың. Алдында тұрсың жігітте мен, өзің жайыңма айтып, қарамайсың да. Ренжіп жүрсің маған әлі? Айттым ғой саған, басқа мәнде керек деп. Сен сол қалып өзгермегенсің. Өзгергенмін. Ладно, пока. Тоқташы. Давай кеше кездейік. Мен саған дәлдеймін өзім өзгергенімді. Мен кітапхана бармай, мен активный жігітпін. Кездейік та кешке, Ямажан. Ну ладно. Қайда кездесеміз? Пастайын кездесінде бар ғой. Сол жақта кездейік та. Кешікпейсің ғой, күтем, Яма. Жігіттер, мен ан жақта мөлдірмен сөйлесіп қойдым. Не ол? В общем, көмектерің керек ма? Қандай көмек? Сен менің шатырымды ашып, я басты кетірмей, алайын ашымды басып. Жерлай, короче, әңгіме байдым, түсінбедім сені оқыдаймай. Эй, гудбай, қайдағы Дубай, дым қалтада ақша жоқ даже бурабай. Сенде айфон, ал менде простой Nokia. Қайда жүрсің? Өмір кешіп келесің сен. Ой, жан, біздің ата-бабаларымыз білесің ба? Кешуге дейтін солар шығарған ғой. Соғыс өтіп қалды ма не? Тағы үлгермей қалдым ба? Сен өмір кешіп жүресің. Ой, ренжімеңдер, жігіттер, жүріңдерші, кеттік.
Че форма алмастырып жүргенсіңдер ма? Мынау вообще бірінші күнде формасы айырып қалыпты ғой. Көпшілік басына айырып қалмаса ғой. Ой, қойшы, сенің ата бабаларың шығар өмірі кешігіп жүреді. Қойшы, жаңа кетіп қарайық. Сенді. Аппақ қар айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылдан жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылдан жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылдан жаңа сезім бастап көреміз бе? Қалайсың, сұлуым, қалайсың? Суық күнде жаныңды жылытар кім бар? Қаншама адамға ұнайсың, күтіп жүрсің бірақ жүрегіңді тыңдап. Жүрегім мүмкін ұйықтап жатыр, берші қане оятам. Өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам. Сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз. Жаңа жылға не қалайсың, болам сенің аязы таң. Аппақ қар айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Ей қайдағы ақша қар боласың менің кемпірің. Тоңып қалсаң суықта жып жылы боламын жемпірің. Солай сезімге мас болып қарсы аламыз жаңа жылда. Мына жерге ұйқас таппай қалдым, сондықтан тентедім. Аппақ қар айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз. Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Не болды бауырым, жолға сыймай жүрсің ба не? Ой, достар, кете берейік, бәле болады. Тоқта, сен малардан қорқады деп тұрсың ба? Кезінде мен атам деген қандай болғанын білесің ба? Жаудың бетін бір-ақ сөзін қайтарған ғой. Обед! Не бар бүгін обедке? Донер бар, братан. Дайында бір донеріңді. Жүріңіз. Сосын огурцы салма маған. Шалбарын алмаса что будет? Я пошел. Қара, қалай өзі. Жүріңдер жігіттер сөйлесейік. Қайсыңдар ше? Амансыңдар ма? В общем, Айбекен осы айтты ғой, түсіндірді ғой. Кәсіндерді ұра салайын, тәй жазасыңдар өтірген ма? Келістік қой, қыздың қасында абырой қойын деп. Кеттік па жан? Мен сен дәл бұлай өзгеріп кетеді деп ойламаппын. Қайта бұл аяғаным ғой. Түрлерін көріп алып, ертең көшеде көрсем тағы ұрам ғой. Ой, кеттік. Дәулетпен алдым ба, ғашық болып қалдым ба, сөзіліп қараға, жігітің түр алдыңда. Так, жігіттер, қыздар, бір сәт назар аударайықшы. Я білемін, барлығымыз шаршадық, алдымызда жауапты іс-шара күтіп тұр. Оның жақсы өтуі сендерге, біздерге байланысты. Сондықтан қазір жақсылап бір екі рет дайындалып алайықшы, я? Фантастика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Так, жігіттер, қыздар, барлығымыз жиналайықшы сахнаға. Я білем, барлығымыз шаршадық, ертең посвящение,
өзімізді былай қайта дайындалып қинай берудің қажеті жоқ, одан ештеңе шықпайды. Барлығымыз мына жерге дастархан жасап, көңіл күйімізді көтеріп, бір керемет отырыс жасайық барлығымыз. Қыздар, жігіттер, давайте онда барлығымыз жиналып, қыздар жағы суши пиццаға заказ берейік, жігіттер жағы орындықтасын. Давайте бәріміз тез-тез. Жүрегімде 1000 киловатт, таусылмайтын сезім водопад, как водопад, бірақ сөйлегені хит, билегені хит, танымайтындарымен билемейді дейді, үндемейді дейді, мені менсінбейді, подругаларымен айырады бейді. Сөйлегені хит, билегені хит, танымайтындарымен билемейді дейді, үндемейді дейді, мені менсінбейді, подругаларымен айырады бейді. Бірге қалықтаймыз көкке, сөйлегені тәтті шекер, болдан башы маған бекер, береді ол маған өттер. Бірге қалықтаймыз көкке, сөйлегені тәтті шекер, береді ол маған өттер. О, ес. Там, батылсың ба, шыншылсың ба? Шыншыл. Шыншыл? Мен сұрақ қойсам. Осы жерде ұнататын адамың бар ма сенің? Айтсайын бә, ұялып болу жоғынан ғой. Ладно, айтам. Бар. Біліп едім осы қыздың мені ұнататыны. Ой, ағай, қойыңызшы әзілдемей. Не шулап университет бастарың өтеріп атсыңдар? Тыныш отырыңдар, шар жерем ату. Бағана самалда сұрақ қойғаныңыз ұялып қалғанымдай ше. Жалпы негізі бағана жақсы отырыс болды. Просто охранның сенің кесіріңнен қуып жіберген болмаса. Үйбай енді өздерің емес па енді? Охранникке бар да, мен сені сүйем деп айтты. Қуасыңдар сендер. Кілтті өткіздің ба? Өткіздің ба? Аналар ұзап кетті, жетіп алады. Кетті. Тоңып қалдық. Еркектің алдында емес, еркектің жанында жүретін бірге беріп кеңес. Қарсы алады құшағымнан еңбектеп келсем терлеп, бір қолыммен бесіп, бір қолыммен әлі тербеп. Кімдер екен сендерді теңдеген, қазақ қыздарын бірге теңеу қате екен. Үндер екен біздерді үмілдеген, ең әдемі анамның жатағандағы өнеке. Келесі кезекте Мырзахметова Лаураны Әлқиса күйімен ортаға шақырамыз. Бас қызым! Алға! Бас! Лаура, қой жылама бұл. Не үшін алып шығып кеттің? Атанаң сені жақсы болсын деп келіп қолдап отыр ғой. Сенің жетістігіңе қуанып. Қайта сен түсіністікпен қарап, мақтан тұтуың керек. Мен ойлаймын енді, өмірде барлығының ата-анасы өзінің балаларын қай кезде де қолдайды. Лаура, қойшы енді болып сұламыш. Өзің жасын сұрып. Лаура, шу? Жүр, мен екеуміз серуендеп қайтайықшы жүр. Так, мынау шығады, одан кейін нан хабарлаймыз, нан сызып тастаймыз. Короче, бүгін Самал сахнаға шығып ән айтады деп естідім ғой.
шықпайтын болсаң хабарламайтын болып түсіндің ба? Болды бауыржан, сөзге түсінікті. Түсіндің ба? Самал дейтін мына қыз ба, шықпайтын? Иә, осы қыз. Галстугың дұрыс па? Шашын кетсең жүрші дұрыстап. Жаңа Ербол брат не деді? Не дейтін еді? Самал шықпасын деді. Самал, шығарай берші. Өзім жауап беремін. Точно ма? Точно жауап беремін өзім. Давай. Жа Самалды қабылдайтын болды қайттан. Келесі кезекте Рахимба Самалды әсем әнмен қарсы аламыз. Радость приезжает, я долго ждала теплый твой цвет и счастье в глазах. Радость приезжает, в мечтах я звала. Бірінші келіп алмадың ба? Болды. Ей, жиналып жүрсейші. Ей, мен саған дейтін. Бір айтқан сөз түсініксіз бе не? Брадан, мен төнбеге кетуім керек пе не? Жандос қой шыға берсін деген сенен кейін. Жандос деген кім ол? Анда Жандос. Е, Жандос! Мен сендерге не айттым? Айтқан сөз түсініксіз бе не? Самал сахнаға шықпайтын болсын деген жоқ мысалы. Ей! Қойсай! Жүр Самал кет. Сен мен бармай. Жүзің Самал! Доспен қалан бәрін ұмыт. Олай болса, іс-шарамызды қорытындылау үшін сөз кезегін университетіміздің ректоры Дәуренбеков Қуаныш Қойшығұлын және студенттік істер және халықаралық қатынастар жөніндегі проректор Гүлжан Асылбекқызын ортаға шақырамыз. Құрметті жас достар, құрметті қатысушылар, бүгін университетіміздің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылып отырған студенттер қатарына қосу мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі шараның аясында университетіміздің осы шараны өте жоғары деңгейде ұйымдастырған студенттерді мен университеттің алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сейдулла Жандос, Азаматов Мади, және Оспан Айбек. Құрметті студенттер, сонымен қатар тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Өздерінің талантымен, білімдерін қатар алып жүрген осы студенттерге мен университет ректоры грантын тағайындаймын. Қолыңды қой, тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелі. Ойнама қой, кезеңдерді аяғына дейін өтпесең. Ойнама қой, соңғы бос шыққанда жанымда болмасың. Қолыңды қой, тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелі. Ойнама қой. О, Жәке, бизнесмен. Басты көке қалайсың? Жақсы. Бүгін кешке отбасымызбен жиналамыз ғой. Ұмытпадың ба? Ана Мәкенге де ескерте салшы, ұмытып кетпесін. Хорошо? Жақсы. Давай.
студенттік шақ адамның үлкен өмірге деген алғашқы қадамның ең маңыздысы. Студенттік кездегі қызығушылығымыз бізді бұндай жетістіктерге әкелетінін кім білген. Біз болашақ университетінен тек қана сапалы білім емес, шынайы достарды да, болашақ жарымызды да таба білдік. Сондықтан да қазір жастар өздері қалаған мамандықты, өздері қалаған оқу орнын бітірсе, сол кезде ғана қоғам дамып, елімізде өркендей түседі. Соны жібермедіңдер ғой маған алдында ол басқа енді жұмыстармен. О, Мәкен келді. О, Мәке қалайсың? Ой, қош келдің. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Келіңдер. Амансыңдар ма? Амансыңдар ма? Жақсысыңдар ма? Қыздар әдемі кетсіңдер келіп отыр. Иә, жайғасыңдар. Ой, Мәке енді бір компанияның басшысы деген сайын өзінше ғой очкиін шешші. Ұмытып кетсің ғой. Ой, көзге не болған? Ешіне? Кеш үйге барған ғой. Мына мөлдір қолы жылтырлап жүріп қойған. Тайған апарып ескері бабақ еткізесің ғой. Өтірік айтырсен, биыл магистратураға түскенсің ғой. Айттым саған, түспе, таяқ жейсің дедім. Әңгімені қатырасың. Ой, айтпа. Арамызда 1 метр, көз алдымда мазасыз келбет. Шашаттың ой келкет, бас тартып соңынан қаждет. Өткені түсіріп еске, жібітпекшісің қайта. Мен сені білем беске, сондықтан байқа. Қалайша жоямын үмітімді сенде беккен. Кешіруге дайынмын, жоғалып кетсең де тап ертең. Арамызда бір тыныштық, бәрі де сөзсіз түсінікті. Алдамайды